Әне ұйықтаймын, міне ұйықтаймын деп отқанда таң намазының уақыты кірді. Қораздың үні шықты даладан. 3-тен 17 кетті сағат. Франц Кафка, жазушы, Миленаға жазған хаттарында ұйқысыз түн, ұйқысыз түндер, осы сөз, осы тіркес бессонная ночь, яғни көп кездеседі екен. Жалпы күнделіктерінде, хаттарында. Жалпы бұл ұйқысыз түндерден қалай құтылды? Бұл жазушы, ол көбіне көп ішіндегі ойын энергияларын сыртқа шығарды. Яғни жазды, күнделік жазды, ғашығына хат жазды, роман жазды деген сияқты. Жалпы ұйқысыздықтан, ойлардың көп мазалауынан, артық ойлар құтылудың жолы жазу, энергияны шығару, немесе досыңызбен бөлісу, сырласу деген секілді. Бөлісетін ешкіміңіз болмаса жазыңыз. Блокнот алып жазып, энергияларды шығарып тастау керек. Әйтпесе ойлар қысады сізді. Энергиялар іште қалып қоймау керек. Ойдың барлығы ол энергияда негізі қысатты адамды. Ол шешімін тауып сыртқа шығып тұру керек. Шеңберден сыртқа қарай шығып тұру керек. Сол кезде сізге жеңілдік сыйлайды. Суретші Винсент Ван Гог та сондай. Ол да ойдың, қиялдың адамы. Шығармашылық адамдар көбінесе сондай болады. Ол кімге жазды хатты? Ол ағасына жазды, достарына жазды. Ішіндегі қиялдарын сурет арқылы сыртқа шығарып жүрді. Әйтпесе ол ажалынан бұрын өліп кетуі мүмкін еді. Шығармашылыққа қатты жақын адамдар, қиялға жақын адамдар энергияларын сыртқа шығарып жүрмесе, олар тұншыға бастайды. Тұншыққаны сондай, өлімге жақындай бастайды. Өз-өзін өлімге итермелей бастайды. Алла сақтасын. Сондықтан шығаруға тырысып жүріңіздер, ішке симай жатқан ғажайыптарыңызды. Баршаңызға тыныштық тілеймін.